Саламатсыздар ма, құрметті бухгалтерлер? Бүгін біз 1С программасының накладной, яғни товар сатқанда шығарылатын құжат қалай шығарылады 1С программасын сол жайлы айтатын боламыз. Продажаның ішінде реализация таямыз услуг. Жалпы накладной деген сіздің товарыңызды растайтын құжат, яғни сіз товар сатқан кезде сол накладной шығарып бересіз. Товармен қоса беріп жібересіз. Мысалға реализацияны басып товары накладная дегенді басасыз. Мына жерде дайын документ бар, содан көрсете салайын. Мына жерде датасын қоямыз, қандай контрагентке тауар сатып жатырсыз, қандай договор бойынша астына сататын тауарлардың атауы, олардың саны, бағасы, суммасы, НДС бар ма, жоқ па, солар көрсетіледі. Және де мына жерден шот фактураңызды тіркейсіз, өзіңіздің беретін шот фактураңызды 3-ші номер и датасы тұр. Енді накладной қалай шығарып береміз? Печатьті басып, расходная накладная шығарсаңыз болады. Осы накладнойды шығарып, екі экземплярын шығарып алсаңыздар болады. Печатьті басып, принтерден шығарып алсаңыздар болады. Немесе мына кнопканы басу арқылы PDF немесе Word түрінде өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Автомерге мына товарларды сатқан кезде қосып, осы накладнойды қосып беріп жібересіздер. Негізі бұл расходная накладная құжатында алдағы уақытта егер товарды сатып товармен қоса бірге қызметті көрсететін болсаңыз, расходная накладнаяның ішінде сол қызметтерде товарларды көрсетіледі. Ал егер тек қызмет көрсеткен кезде де тек товарлар ғана көрсетілу керек болатын болса, онда печатьті басып накладная на отпуск запас шығарсаңыз болады. Бұл жерде қызмет көрсетілмейді. Егер де шот фактура сұрайтын болса, бумажный вариантта шот фактураны, осы шот фактураны шығарып бересіздер. Ал негізі sf.gov.kz сайты арқылы шот фактура жібересіздер. Ол туралы алдағы уақытта біз айтатын боламыз. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.